Баршаларыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ақерке. Бүгін үйдегі бар қарапайым заттардан жасалатын, бірақ жасалу жолы ерекше ас мәзірінің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен осылай қызып тұрған табаға 2 ас қасық сұйық майымызды құйып аламыз. Одан соң осындай алдын ала жуылған 1 кесе күрішімізді салып, барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Бұл жерде менде ескеретін жайт 2 адамға арналған порция. Егер де сіздер көптеп жасайтын болсаңыздар, мөлшерлемесін қосып жасаңыздар. Мінекей барлығын жақсылап араластырып шықтық. Енді бірге бір пиала суымызды құямыз. Міндетті түрде күріштің бетінде 1,5-2 сантиметрге суымыз шығып тұру керек. Одан соң 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, өте баяу отқа ең азына қойып, бетін жауып қойып, 15-20 минутқа қалдырып, бұқтырып қоямыз. Енді күрішіміз пісіп шыққанша қасына ыстық салатымызды дайындайтын боламыз. Барлық көкөністерді тазалап, одан соң пиязымызды осылай полукольца етіп турап шығамыз. Енді тауық төсін өздеріңіздің қалауларыңызша турап шықсаңыздар болады. Мен 2 түрлі формада турадым. Бірінші осындай кішкенте кубик етіп, одан соң ұзын соломка ретінде турап шықтым. Енді 1 дана сәбізімізді осылай менде кореялық салатқа арналған теркам бар, сонымен өткізіп шықтым. Егер де сізде бұндай терка болмаса, пышақпен жай ғана ұзынша етіп турап шықсаңыздар болады. Қиярымды да дәл солай теркадан өткізіп шықтым. Қияр негізі міндетті емес, тек сәбізбен және тауық төсінен де жасасаңыздар болады. Немесе үйдегі бар көкөністі қосып, бұрыш барлығын қосып істесеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Енді осындай бөлек ыдысымызға майымызды құйып, көкөністерді шетінен қуырып ала береміз. Алдымен пиязымызды жақсылап, алтын түстес болғанша қуырып шығамыз. Мінекей пиязымыз әдемі болып қуырылды. Енді оның үстіне жаңаға туралған тауық төсін салып, жақсылап араластырып шығамыз. Мінекей пиязымыз бен тауық етімізді жақсылап қуырып араластырып алдық. Енді 1 дана зубчик дейміз ғой. Сарымсағымызды осылай менде прессім бар, пресспен өткізіп аламыз. Егер де сіздерде пресс болмаса, майда етіп сарымсақты турап сала салсаңыздар болады. Мінекей енді қалған көкөністерімізді барлығын салып аламыз. Одан соң дәміне орай осылай 1 шай қасық тұзымызды, паприкамызды, одан соң қара бұрышымызды салып, барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Салатымызды жақсылап араластырып болған соң, отымызды баяуға қойып, қақпағын жауып, 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Міне күрішімізде ол уақытта дайын болып қапты. Енді жұмыртқалық салмамызды дайындаймыз. Ол үшін 2 бөлек ыдысқа ақ уызы мен сары уызын бөліп аламыз. Мінекей енді сары уызымыз бен ақ уызымызға шым тұз салып, барлығын шанышқының көмегімен жақсылап араластырып шығамыз. Ең алдымен күрішімізге сары уызымызды құйып аламыз. Жақсылап асханалық күрекшенің көмегімен 1-2 минуттай араластырып, біркелкі болғанша араластырып шығамыз. Сары уыздары бір-біріне бірігіп үлгеру керек. Мінекей сары уызымыз бірігіп шықты. Енді артынша ақ уыздарымызды осылай құйып, тағы да жақсылап араластырып шығамыз 1-2 минуттай. Жақсылап араластырып болған соң қақпағын жауып, баяу отта жұмыртқаларымыз толықтай пісіп шығу үшін тұндырып қоямыз. Мінекей күрішіміз де дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Ыстық салатымыз да дайын. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Енді әдемі ыдысымызды алып, ұсынуға даярлаймыз. Күрішімізге домалақ пішіндес форманы беру үшін осындай пиалаға салып шығамыз. Пиаланы міндетті түрде алдын ала сулап алыңыздар. Сол кезде күріші жабыспай, ыдысыңызға әдемі түседі.
Қазақша контентті қолдағыңыз келсе, каналыма тіркеліп, қоңыраужаны басып қойды ұмытпаңыздар. Осындай өте ерекше әрі қолжетімді бағада даярланатын видео рецепттермен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Міндетті түрде қолдауларыңызды, комментарияларыңызды күтемін. Сәндеу өздеріңіздің қалауларыңызша, бірақ бұл тағам сәндеуді де қажет етпейтін өте әдемі, тәбетіңді бірден ашып және 1 минутта жоқ болып кететін тағамның бір түрі деп сіздерге сенімді түрде айта аламын. Міне тамағымыз дайын, осындай өте тәбетті, әдемі болып шықты. Дәмін қазір татып көретін боламын. Өте дәмді, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Үй жағдайында бар нәрседен жасалған тағам өте ерекше. Астарыңыз дәмді болсын.